Qani bala biz onlayn sabaqqa 1 minutdan keyin boshlanadi. Bir qaraymiz, o'tirmaymiz. Yaxshi. Al. Ne bo'lib tursinda? O'ta yaxshi. Kelesi. Keremit. Keremit. İşte. Yaxshi. Ko'rinib turmadi chaqda Islom? Jasaymiz. Hop, biri ikkinchisi. Hozir to'plardan, har bir to'plardan bir bola javob bersin. Al, uzat. Birinchi taqsimlarni o'qiymiz. Ne deydi? Yaxshi, endi shu bola birinchidan aytib olib ketdim. Ya, aldarimdagi bet ne deydi deb o'ylayapsizlar? Mana sabaqning so'ngida men bir necha so'roqqa javob bergan jinob olib, sol bo'yicha baho qo'yam. Bir so'roqqa javob bersanglar, faqat tilimdan do'maloqda o'tiramiz. Yaxshimi? O'ta yaxshi. Bizga Yulduz to'g'ri o'ta yaxshi javob berdi. Qani bir shaqloqda qo'yaylik. Endi kelesi. Ikkinchi bir to'pqa bering qani. Na to'g'ri javob bersin. Kun to'g'ri. O'qiymiz birinchi. Al ayol o'qiymiz. Ras bo'ldi. Kunga issiq, tunga yaxshi. Raketa biz zımaran deymiz yaxshi. O'si zımaran orqali bolalar. Hozir strelkani ko'rib tursinlarmi? Ha, strelka. Qanday so'z chiqdi? Alamsharlar. O'sigan deyin sendar qanday alamsharlar bilan tanishgan bo'lasizlar? Yer alamsharlarмен tanishgan bo'lasizlar, ya? Endi bugungi bizning muhim taqribimiz endişe alıp alamsharlar ekan. Alıp alamsharlar deb neliqdan ataladi deb o'ylaysizlar? Neliqdan alıp alamsharlar deganni aytamiz. Өйткені bu alamsharlar qanday? Ulkan. Qanday жағынан ulkan? Ko'lemi жағынан, ya, yaxshi. Balalar tag'i qanday alamsharlarni alib alamsharlar deb ataydi? Ya. Ayta qo'yish. Durust. Ikkinchi. Odan keyin biz ne bilemiz bugungi sabaqda? Kun jүйесіндегі ғаламшарларды салыстыра отырып, ажыратып айтуды үйренеді екенбіз. Бақылау жүргізеді, жоспар құрады екенбіз. Жақсы, ендеше кітаптарымды ашып, сабаққа дайындаламыз. Кітап дәптерлерімді қаламсақ. Endişe, birinchi liniydan boshlab. Yaxshi. Ikkinchi mana yerda yulduzlarni to'pi qo'limizni ko'tarib qo'ying. Uchinchi ay to'pi. Yaxshi. Endişe bolalar to'p erejasini bilasizlar-ku, to'pda qanday o'tish kerak? O'zi bir-birimizni bitirmay tundao kerak. To'pning erejasi bor. Bir-birimizni tundao kerakmiz, bir-birimizni qavatli және күнге жақын орналасқан. Тығыз тау жыныстары мен металлдардан құралған. Меркурий мен шалфамның серіктері жоқ. Алып ғаламшарлар Юпитер есеп қырған, Сатурн, Қоңырқай, Уран, Нептун. Олардың бір ерекшелігі. Юпитер, жаңағы ең үлкен ғаламшардың бірі, Юпитер. Ол жерден 10 есе үлкен екен, ойлаңдаршы. Үлкен атқан жалғыз ғаламшар екен. Және де ең соңғысы 8-ші ғаламшар Нептун деп аталады екен балалар. Нептунның ерекшелігі ол көлемі Уранмен шамалас. Екеуі шамалас дегенді қалай түсінеміз? Екеуі бірдей, Уранмен шамалас. Екеуі бір-біріне бірдей болып келеді. Тыныс алуға жарамсыз атмосфера. Шынамаймыз. Олар сақиналары бар екен дейді. Тағы да не түсінді?
Олар ғаламшарлар екіге бөлінеді. Екеуі бар екен, иә? Ғаламшарлар екіге бөлінеді. Жақсы. Мен бақылаушының әдісінде тақтаға қараймыз балалар. Я, жоқ деген сұрақтарға жауап береді екенбіз. Қане, қазір бірінші топ бірінші сұраққа жауап берсін, екінші топ екінші сұраққа, үшінші топ үшінші сұраққа жауап берсін. Шуылдамаймыз сол кезде, жақсы ма? Ал бірінші топтан бір бала сабақ оқи ғой мына сұрақты. Медина оқи ғой. Қатты оқы, тұра ғой. Ғаламшарлардың күнді айналады, я, жоқ. Ай ғаламшарлар... Жоқ, бірінші сұраққа жауап бере ғой. Ғаламшарлар күнді айналады дейді. Я ма, жоқ па? Ғаламшарлар күнді айнала ма? Я, дұрыс па? Жақсы, келесі екінші оқи ғой Айнен. Ай ғаламшардай емес. Тіршілік жоқ. Тіршілік жоқ, ғаламшар. Балар, мұнда қараңдаршы балар. Сосын кейін топтан екі бала жүкпен қорғайсыңдар. Жақсы ма? Мен сендердің әрқайсылардың алдарына қысқаша мәліметтер шығарып алып келдім. Әрқайсыларын оқыңдар осыны. Оқуға уақыт берем. Жоқ, оны жазбай қойдырайын. Осы бойынша жазасыңдар. Міне мынаны оқып алыңдар бірінші. Маркс пен Шолпан туралы сендерге алып келдім. Ислам оқыңдар. Сосын кейін Маркс туралы не түсіндіңдер, Шолпан туралы не түсіндіңдер. Соны жазасыңдар. Әрбір топтан екі жүкпен қорғайсыңдар. Иә. Кім жазады? Әкер аңдар. Ойларыңды айтыңдар. Даян, сендер де ойларыңды айтыңдар. Өйстіп жақындандар, топқа бүйтіп жақындандар. Айтамыз, сосын кейін жазатыңыздар. Ортаға тамақ ойнар, алдыға ойнаңдар. Топпен жұмыс деген, бірге жұмыс істеу керек, е? Жерге ұқсайды. Қандай екеуінің ұқсастықтары не? Айта ғой. Сендерде не берілген? Хаттыра береміз. Айнен тыңдаймыз бастап. Иә. Жерде тіршілік бар, жалғыз. Бірінші жоқ жауап берді, екінші. Үшінші жоқ қане. Олар өз-өзінен айналады. Тағы. Ауа Жақсы, отыра қойды. Топта бір-бірлерімен достаған топтарына береді. Жолдас тобына мынандай тағылайдан түсіндіріп кетем. Сендерге ғарыштық салыстыру, теңсіздік бала, сендер мына жерде математиканы естеріне түсіресіңдер. Иә, теңсіздік деген білеміз ғой, үлкен кіші салыстыру. Одан кейін ең үлкен, ең кіші ғаламшарды тап дейді. Мына жерден үлкен кіші салыстырып белгілеп аламыз. Одан кейін ең үлкен және ең кішісінің есептері бар. Осы есептердің жауаптары мына жерде бар. Соның қасына жазасыңдар. Ермексіздерім бар ма? Қай ермексіз аламыз? Одан кейін мына бетке үш түстен ақ, сары, қара, одан кейін келесі көк, қызыл жасай берді. Жарайды, осыны ете сал. Қолымызға тез-тез екі тұратында бәртеріне бір-бір жасыл берейін, мәк жібіте береді. Ақты сендер денеге аласыңдар. Есеттерді қазір. Балар үш түрлі түсті нені бүйтіп айналдырамыздар. Мынаған бүйтіп бассаңдар. Планета пайда болды. Оның үстіне ақпен бүйтіп қошасыңдар болды. Бәріміз
планеталар жасаймыз. Планетаны әлеміне оқып жасайық. Бейбас, жасай ғой. Бар ма сенде? Ала ғой. Ала ғой. Жасыл мен қызылдау. Тезек. Қараңдар балар, бүйтсеңдер күшті планета болады екен. Наны болып суламай қойыңдар, енді тек осылай жасаңдар. Бүйтіп шашып жатасың. Екілерде жетінші, 14 жақсы, салам. Қандағын кәжесін. Екеуінің ойын шатасы кетті бөлім, е? Жақсы. Өте жақсы. Әне үш рет шапалаққа қойып. Жақсы. Енді дұрыс қорғадық па біз балалар? Тексеру жерейін. Так, alt жердегі 636 дейді. Дұрыс таптық па? Дұрыс тауыпты. Келесі. 2 жерде 4-14 дұрыс. 10-ға 5 қосты 15. Жақсы. 4 жерде 5 20. Мына жерде 2 жерде 2 4. Қалғанын барлығын дұрыс таптық. Жақсы. Өте жақсы. Бірінші топтың тапсырмасы ермек саздан планеталарды жасау керек болған. Планеталарға ұқсай ма? Ұқсайды. Өте жақсы жасапты. Бірінші топқа 3 қошемет қайда? Келесі, ұстау келе ғой. Үлкен, ең кішімет. Ал ең үлкен қандай? Тыңдаймыз, Алина? Ең үлкен? Ең үлкен ғаламшар. Юпитер. Ең кішкентай? Ғарыштық сөз жұмбақтарды тапты екен. Бірінші сөз Юпитер, екінші Сатурн болады, Уран және Нептун. Орындарын шатастырып жүрсіңдер, бірақ барлығын тауыпсыңдар. 3 қошемет, қане? Өзіңмен күріс белгісі қой. Кет. Кел оғы, Азиза келсін шығар. Айбен сен шықты ен, Азиза келсін. Аяна да келсін. Қазір. Тез. Ал Алина, жөні жалды. Ғаламшарлар неше топсы, ендеше ағырай кетті. Балар. Жақсы, сен қалыпқа балар? Алматыдағы қалыптасының маңында. Талғат Мұсабаев деген ағалардың осы алып жалпы ғарышқа ұшып ғаламшарды зерттеген екен. Мен сендерге қысқаша бір мәлімет оқып берейін. Тоқтар Әубәкіров ғарышта 7 күн 22 сағат 13 минутта болыпты. Ал Тоқтар Әубәкіров 1946 жылы 27 шілдеде Қарағанды күн жүйесі дейді. Жақсы. Келесі екінші. Ғаламшардың атауында қандай? Шолпан дейді. Жақсы. Жауап берген. Қарандаш бала. Ислам өте жақсы. Нешеуге келдің Ислам сен және? Нешеге белгіледің? Бүгінгі сабақта 9 деген бал қоям. Жақсы ма? 2 бал қалды. Келесі айын нешеу сен сұраққа жауап бердің? 8 болса, мен саған өте көп жақсы жауап бердің. 2 бал қосып 10 бал деген баға қоям. Келесі Аруна, сенден нешеу? Неше сұраққа жауап бердің? 7. Тағы да өте неше топпен неше қорғадың деп постерлар. Жақсы бақ 10 бал қоям. Алина 7. Кішкенен демедім. 8
9 балл қойын жарайды. Сендер постық жинап қорғаны білме. Сұңқар нешеуге жауап беріпсің сен? Нешеу? Жарайды, бүгін енді кішкене көп. Егер бірдеңені түсінбей қалсаңдар, сабақты түсінбедім дегенді басасыңдар, ал сұрақтарым бар, әлі де тағы да білгім келеді дегендерің болса, мынаны басасыңдар. Жақсы ма? Бүгінгі сабақта бірінші топ бірінші кеп. Ал, баса ғой. Біреулер басып қара берді. Мына сабақты түсіндім дегенді басасыңдар. О. Жақсы, келесі екінші топ. Күнделіктерін баша беріңдер балалар. Күн жасы қол үйге тапсырмай. Келесі кім келеді? Аяқ. Түсінген екен, иә? Жақсы. Өзімізді бір 3 рет қошеметтеп қояйық. Енді мен балалар бүгін сендерге әрбір топқа өте жақсы қатысқандар үшін осындай алып келдім. Иә, ашпайын. Ішінде аптаның жұмасы күніне апарамыз. 95-ші алып қаламшалар балалар. 22-ші сабақ нешінші бетте тұр бізде? Жұмыс дәптердегі сұрақтарды толтырып келесіз. Мәліметтер бар. Бізде жаңағы 45 минут уақыт тығыз болғандықтан біз көп мәліметтердің бәрін айтып қойған жоқпыз. Әлі де түрлі қызықты мәліметтер бар осы қаламшаларда. Соны энциклопедиялардан алып, кітапхана шапайларға жаздырып алып оқысаңдар болады. Оқып келесі аптадағы жұмада маған айтып бересіңдер. Жақсы ма? Енді